Құрметті оқырмандар, арнама қош келдіңіз. Лүпіл басып, арнама тіркеліп, қолдап кетіңіз. Баршаңызға бақыт тілеймін. Алладан сұра. Жақсыда тұрар бұл елде, жаманда тұрар бұл елде. Жарығы күннің түссе де, түспесін күнің біреуге. Түссін тек күнің әкеңе, түзету жасар қатеңе. Алатаудайын жүрегің, алақаныңмен мәпеле. Түссін тек күнің анаңа, шуағын төккен санаңа. Сол жанның ұлы жолында, өмірдің өзі садаға. Мейірім кеткен заманда, жақсыда барау жаманда. Алладан сұрасаң, алақан жайма адамға. Әзілхан Нұршайықов сөздері. Тісі алтынның іші алтын бола бермейді. Бұйрабас жігіт бас киімсіз жүреді. Бір тойда екі жар, бір заманда екі пайғамбар болмайды. Қыз күйеуге кеткенше асығады. Барған соң үйден бекер кеткен екенмін деп өкінеді. Мүйіз шыға бастаған бұзау сүзеген келеді. Сиықсыз қыз сәнхой келеді. Бұзақы бойжеткен құрбысының жігітін тартып алады. Кінәмшіл қыз күйеусіз қалады. Сараң алғанына жомарт, бергеніне қуанады. Адал әке ақыл айтпай тұра алмайды. Данышпанға ділда байлық емес. Достың да сатып кетер кезі болар. Махаббат та бір күні мезі қылар. Ақша да күні келсе құнын жояр. Тек анаңның мәңгілік сезімі бар. Қардың да аппақ бетін кір басады. Дұшпаның да досың боп сырласады. Баласы байқаусызда құлап қалса, ананың жүзін ғана мұң басады. Жаңбыр да жерге түссе лайланады. Керексіз бір көлшікке айналады. Бұлт басса, күн көзіне нұр таяды. Ана ғана жылытар айналаны. Күз келсе, ағаштан да сән кетеді. Қара жел қарып тұрып әндетеді. Тек қана бір бақшада көктем мәңгі. Ол саған өмір берген жан кешегі. Қуаныш та қайғымен алмасады. Жақсыға да жамандық жармасады. Перзентінің табаны шоққа тисе, ана ғана қасқайып қар басады. Егер менен өмірде байлық деген не деп сұраса, нағыз байлық Алланың жүрегіңе ұялатқан иманы. Нағыз байлық ата-анаңның, бауырларыңның амандығы. Нағыз байлық достарыңның адал болуы. Нағыз байлық сенің, саған жақын адамдардың денінің саулығы. Нағыз байлық ата-анаңның саған дартқан тәлім тәрбиесі. Нағыз байлық сүйгеніңнің саған деген адалдығы, сыйластығы, түсіністігі. Нағыз байлық бойыңдағы кең пейілділік, қарапайымдылық, ар, намыс, ұят атты керемет қасиеттер. Міне, теңдесі жоқ, бағасы жетпес байлық деген осы. Бір кісінің 9 ұл, бір қызы бар екен. Ол кісі менің ұрпағымды жалғастырушы деп 9 ұлын қатты жақсы көріпті. Кейін бір шама жылдар өтіп, әлгі кісі қартайып, мәңгілік сапарға аттаныпты. Сонда о дүниеде оның сауабы мен күнәсі таразыға түскенде, күнәсі басып кеткен екен. Сосын Алла тағала оған, балаларың таразының сауап жағына бір зат қосса, сауабың көбейеді, жұмаққа жіберем депті. Кісі 9 ұлымның біреуі болмаса біреуі келер деп артына үмітпен қарап тұрса, қызы жүгіріп келе жатыр екен. Қолында жібек орамалы бар. Бұл орамал
не салмақ тартар дейсің, тозаққа баратын болдым деп кісі қынжылыпты. Сонда қыз таразының сауап жағына жібек орамалын салғанда, сол жағы басып кеткен екен. Сонда Алла тағала ол кісіге: сені құтқарған жібек орамал емес, қызыңның саған деген махаббаты деп жұмаққа жіберіпті.